Бисмиллах, алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар. Бүгін бізде төртінші дәріс. Ад-дарсу рабиу. Ад-дарсу рабиу. Міне төрт деген сан. Төртінші сабақ. Мына жерде міне кішігірім қағида. Қараңыздар. Осыған дейінгі өткен сөздердің барлығы не тануин даммаға ун деп, немесе у деп жай ғана даммаға аяқталған еді. Байтун әл-байту деген секілді. Әл-байта немесе әл-байти деген басқа харекеттер әлі өткен жоқпыз. Мынау төртінші дәріске дейін. Енді мына осы төртінші дәрісте қай кезде сөз кәсірал болады, соны өтеміз. Араб тілінде өзі үш негізгі харекет бар, иә? Сіздер өткен боларсыздар. Бұны тәжвидтен фатха, кәсіра, дамма. Осы үшеуі. Ол тануин мүмкін, ан, ин, ун, немесе жай ғана өздері харекеттер. Фатха, кәсіра, дамма, мына а, и, у деген үш харекет. Осыған дейін өткеніміз дамма немесе тануин дамма. Байтун алифлям жалған болса, кейін әл-байту. Мына сөздер мына байтун болды. Алифлям жалғанса, мына әл-байту. Байтун, әл-байту. Осы екі харекет өткен едік. Енді қазір қай кезде сөз кәсірға аяқталады. Мына қай кезде біз әл-байти деп айтамыз. Осыны өтеміз қазір. Қараңыздар, алдында еш нәрсе жоқ. Әл-байту сөздің өзі ғана. Осына кезде бұған еш нәрсе әсер етпесе, алдында ешқандай бір жаңағы шаулар тұрмаса, мына сөздердің алдында олар даммалы болады. Енді қараңыздар, алдына фи деген жаңа шылау келді, араб тіліндегі. Мына фи деген шылау келді. Сөз аяғы не болды? Кәсірға аяқталды. Фил бейти. Фил бейту демесіз, фил бейти. Фи деген бұл бізде жатыс септігінің жалғауы болады. Мысалы, үйде, үйдің ішінде деген сөз. Фи бір нәрсенің ішінде, фил бейти, үйде, үйдің ішінде. Әл-мактабу, міне, парта, әл-мактаби, партаның үстінде, партада. Яғни партаның үстінде деген сөз. Аля бір заттың үстінде. Міне, әзірше осы екеуін өтеміз. Фи және аля. Бұлар шылаулар, бұдан кейінгі сөздер кәсірал болады. Фил байту деп айтпайсыз, әл-мактабу демейсіз, әл-мактаби, фил байти. Әл-масджиду, мешіт, мешіттің ішінде, фил масджиди. Мешіттің ішінде, немесе жай ғана мешітте десек болады. Әс-сариру, төсек, әл-сарири, төсекте, я, төсектің үстінде, яғни. Енді мына жақта оқып жүрейік. Айна Мухаммадун. Айна дегеніміз бізде қайда деген сұрақ. Айна қайда? Мухаммадун. Мұхаммед қайда? Хуа, міне, хуа дегеніміз ол деген мағынаны береді. Хуа ол, фил ғурфати. Хуа фил ғурфати. Ол бөлмеде. Айна Мухаммадун, хуа фил ғурфати. Мұхаммед қайда? Ол бөлмеде. Ғурфа деген бөлме. Алдында фи келген себепті фил ғурфати болады. Фил ғурфату болмайды. Ва айна ясирун. Ал ясир қайда? Ва деген сымна. Ал ясир қайда? Ва деген, ваның ал деген мағынасы бар, және деген мағынасы бар. Ва айна ясирун. Ал ясир қайда? Хуа фил хаммами. Ол хаммам дегеннің ванна дегені, жуынатын бөлме. Ванна немесе монша дегенде мағынасы бар. Мына жерде мына жуынатын бөлме. Хуа фил хаммами. Сонда кәсіра. Фил хаммаму болмайды, фил хаммами, себебі алдында фи келіп тұр. Хуа фил хаммами. Ол ваннада. Ва айна аминату. Ал амина қайда? Хия фил матбахи. Ол мына ас үйде, кухняда. Хия фил матбахи. Айна ал-китабу. Кітап қайда? Хуа аля ал-мактаби. Ол партаның үстінде, столдың үстінде. Енді қараңыздар, мына жерде мына хуа деген бар, және хия деген бар. Хуа ер тегіне, ол хия әйел тегіне, ол әйел тегіне.
Ва айна саату, ал сағат қайда? Хия аля сарири, ол төсектің үстінде. Не үшін хия деді? Саат деген сөз, мына арабша сағат деген сөз, бұл әйел тегінде. Әйел тегінің белгісі мына сөздің соңындағы тамарбута. Тамарбутаға аяқталған сөздер, бұлар әйел тегінде болады. Мына тамарбута әйел тегінің белгісі. Амина деген әйел адамның аты. Сол себепті хия. Мына жерде анау сөз әйел тегінде, тамарбута сол әйел тегінің белгісі. Ал-матбаху, мына асы, кухня. Тамарин, жаттығулар. Әжиб анил әсилатил атия, келесі сұрақтарға жауап бер дейді. Айнал китабу, кітап қайда? Айнал китабу хуа алал мактаби десеңіз болады. Айнал китабу хуа алал мактаби. Ала келген себепті, мына сонда кәсіра болады. Хуа алал мактаби. Айна Мухаммадун, Мухаммед қайда? Мына мына біз хуа фил ғурфати десек болады. Хуа фил ғурфати. Айна саату, сағат қайда? Айна саату. Мына мысалы хия аля сарири. Аля сарири. Хия аля сарири. Әйел тегінде себебі айна ясирун. Ясир қайда? Мына мысалға хуа фил масджиди. Ясир мешітте. Айна аминату. Амина қайда? Хия фил матбахи дик. Ол ас еді. Хия фил матбахи. Мына айна аминату хия фил матбахи дедік. Аминату фил ғурфати. Мына бірінші хамзал алиф бұл бізде маме бабе деген сараулық демеулік. Амина бөлмеде ме? Аминату фил ғурфати. Нақта наам хия фил ғурфати. Я, ол бөлмеде. Ясирун фил матбахи. Ясир ас үйде ме? Ясирун фил матбахи. Ла хуа фил масджиди деке мысалға. Ла хуа фил масджиди. Ман фил ғурфати. Бөлмеде кім бар? Кім бөлмеде? Кім болуы мүмкін бөлмеде? Мысалға, Мухаммад десайға. Ман фил ғурфати. Мухаммадун фил ғурфати. Бөлмеде кім бар? Мухаммед бөлмеде. Бөлмеде кім? Мухаммед бөлмеде. Бөлмеде кім бар? Мухаммед бар бөлмеде. Ваман фил хаммами. Жана жуынатын бөлмеде. Ванада кім бар? Ол жаққа мысалға кімді айтсақ болады? Кез келген ат мысалға Ясирун, Мухаммадун, Зайдун деген секілді, Аббасун. Ол жаққа мысалы Аминату дей салайық. Аминату фил хаммами. Амина жуынатын бөлмеде. Так, ваман фил хаммами. Аминату фил хаммами дедік. Маза алал мактаби. Партаның үстінде не бар? Партаның үстінде не? Маза алал мактаби. Біз әл-китабу алал мактаби дейміз. Әл-китабу алал мактаби. Маза алал сарири. Төсектің үстінде не бар? Төсекте не? Ас-саату алал сарири. Келесі жаттығу. Иқра вактуб ма'адоб тавахилил калимат. Сөздер соңғы харекеттерін қойып жаз және оқы. Ауызша оқи саламыз. Екі харекет өтіп отырмыз әзірше. Міне, қазір біздің өтіп отқанымыз екі харекет. Дамма немесе касра. Дамма немесе касра.
сөз дамма аяқталуы мүмкін, немесе кәсіра. Фатханы әзірше өтіп жатқан жоқпыз. Енді қараңыз, сөз кейде танвин дамма болуы мүмкін, кейде танвин кәсіра болуы мүмкін. Қай кезде танвин дамма, танвин кәсіра болады? Егер сөз алиф лямсыз болса. Міне, алиф лямсыз болса. Ал алиф лям жалғанатын болса, онда жай ғана дамма, жай ғана кәсіра болады. Алиф лям болмаса, бәйтун, міне, танвинмен болады. Оны алғашқы дәріс өткен едік. Қателеспесем, 3-ші дәрісте. Мына жерде енді қай кезде кәсіра, қай кезде дамма, соны өтіп жатырмыз. Міне, әл-мадрасату, мектеп. Фил мадрасати, мектепте, мектептің ішінде. Фил бәйту емес, фил бәйти, үйде, үйдің ішінде. Әл-бәйту, үй. Әл-ғурфату, бөлме. Әл-хаммаму, неліктен даммамен, себебі алдында еш нәрсе жоқ. Әл-хаммаму, жана ванная. Фил матбахи, ас үйде, кухняда. Әл-мактабу, парта. Әл-мактаби, партада, столдың үстінде. Әл-курсии, орындықтың үстінде, орындықта. Әс-сариру, кровать, төсек. Әл-китаби, кітаптың үстінде, кітапта. Фил масджиди, мешітте, мешіттің ішінде. Келесі жаттығу иқро уактуб, оқы және жаз. Мына жерде міне харекетсіз берілген. Сіздер мына сөздер жаттаған болсаңыз, харекетсіз оқу сізге ешбір қиындық тудыртпайды. Біріншісінен бастаймыз. Ат-талибу фил джамиати, оқушы университетте. Студент университетте. Ар-раджулу фил масджиди, ер адам, ер кісі мешітте. Айна таджиру, саудагер қайда? Хуа фид дуккани, ол дүкенде, дүкеннің ішінде. Әл-қаламу әләл мактаби, қалам партаның үстінде. Айна зайнабу, зайнаб қайда? Хия фил ғурфати, ол бөлмеде. Айна л-варақу, қағаз қайда? Парақ қайда? Хуа әләл мактаби, ол партаның үстінде. Хуа дедік, себебі ол парақ, қағаз деген сөз, бұл ертегінде әйел деген ешқандай бір белгісі жоқ. Айна л-мударрису, оқытушы қайда? Хуа фил фасли, ол сыныпта. Айна ясирун, ясир қайда? Хуа фил мирхади, ол дәретханада. Аш-шамсу вал-қамару фис самаи, күн және ай аспанда. Ман фил фасли, сыныпта, кім бар, кім сыныпта? Жақсы, енді келесі. Мұны қараңыздар. Ер адамның аттары, арабша аттар, ер адамның аттары, бұлардың барлығына танвинге аяқталады. Әйел адамның аты жай ғана даммаға аяқталады. Мана. Осыны жаттап алыңыздар. Мухаммадун, Мухаммаду емес, Мухаммадун танвинмен. Мухаммадун. Ал мына жерде аминату. Аминатун болмайды, аминату. Жай ғана дамма. Халидун, Зайнабу. Демек, мына ер адамның аттары арабша танвин дамма аяқталады. Әйел адамның аттары жай ғана даммаға аяқталады. Хамидун, Фатимату. Ясирун, Марьяму. Аммарун, Аишату. Саидун, Хадиджату. Алиюн, Софияту. Аббасун, Руқайяту. Енді келесі. Иқра уактуб муадаб тавахирил калимат. Сөздердің соңғы харекеттерін қойып, жаз және оқы. Енді мына жақта жоғары қарамай оқып шығамыз. Біз айттық, ер адамның аты арабша танвин дамма аяқталады. Әйел адамдікі жай ғана дамма. Хамидун, Зайнабу, Аминату, Аммарун, Саидун, Фатимату, Марьяму, Алиюн, Халидун, Аббасун, Аишату, Мухаммадун, Софияту, Хадиджату. Енді келесі. Басқа шылауларды өтеміз. Әл-бәйту мин әл-бәйти. Шығыс септің жалғауы. Данден, тантен деген. Үйден. Әл-мәсджиду ил әл-мәсджиди. Бар септігін жалғауы. Ғаге қаке. Мешітке. Үйден мешітке. Бұларда да жаңағыдай
сөз соңы касырға аяқталады. Мысалы біз фил бәйти, алал мактаби деген екеуін өттік, тағы да екеуін өтіп жатырмыз. Минал бәйти илал масджиди, үйден мешітке. Мына жақта кішігірім диалог берілген. Оқытушы мен Мұхаммедтің арасындағы диалог. Қазір оқып аударамыз. Мин айна анта, мана ал-мударрису, оқытушы, Мұхаммадун, Мұхаммед. Мин айна анта, сен қай жақтан боласың, я? Сен қай жақтансың? Ана минал ябани, мен Жапонияданмын. Ва мин айна аммарун, ал Аммар қайдан? Хуа минас сини, ол Қытайдан. Ва мин айна хамидун, ал Хамид қайдан? Хуа минал хинди, ол Үндістаннан, Индиядан. Айна Аббасун, Аббас қайда? Хараджа, хараджа деген етістік, шығып кетті. Ол шығып кетті. Айна захаба, қайда кетті? Хараджа шықты, захаба кетті. Қайда кетті? Айна захаба? Захаба илал мудири. Мудир деген директор. Ол директорге. Мына жерде мана илал масджиди, мешітке, минал бәйти, үйден. Данден тантен, ғаге қаке. Захаба илал мудири, директорге кетті. Ва айна захаба алиюн, ал Али қайда кетті? Захаба илал мирхади, ол әжетханаға кетті. Тамарин, жаттығулар. Ажиб анил асилатил атия, келесі сұрақтарға жауап бер. Мына жерде мына екі ақ бет қалды. Келесі сұраққа жауап беру керек. Мин айна анта, сен қай жақтансың? Мысалы, ана минал ябани, мен Жапонияданмын. А анта минал филиппини, сен Филиппиненсің ба? Наам, ана минал филиппини, я мен Филиппиненмін. Ман минас сини, кім Қытайдан? Мұхаммадун минас сини, Мұхаммед Қытайдан. Мин айна хамидун, Хамид қай жақтан? Хуа минал хинди, ол Жапониядан. Мені қазір жазып оқиық. Мин айна анта. Мин айна анта, сен қай жақтансың? Ана, жайғана жас салдым. Ана минал хинди дек. Ана минал хинди, мен Үндістанамын. Енді анта минал филиппини. Анта минал филиппини, сен Филиппиненсің ба? Ла, ана минал хинди дек. Қай жерден екенсің негіз маңызды емес, жай ғана былай сұрақтарға жауап беріп жатырмыз ойдан. Ла, жоқ, мен Индияданмын. Ман минас сини, кім Қытайдан? Ясирун минас сини деке. Ман минас сини. Ясирун минас сини дек. Ясирун минас сини. Мин айна хамидун, Хамид қай жақтан? Хуа минал ябани. Хуа минал ябани. Айна захаба Аббасун, Аббас қайда кетті? Захаба илал мудири дек. Захаба илал мудири, ол директорге кетті. Захаба алиюн илал мудири, Али директорге кетті ма? Жоқ, әжетхана кетті деге. Ла, захаба илал мирхади. Жоқ, ол әжетхана кетті. Келесі жаттығу. Иқра уактуб му'адаб тавахирил калимат. Сөздердің соңғы харекеттерін қойда жаз дейді. Қойып жаз және оқы. Мына ал-ғурфату, бөлме. Мин ал-ғурфати, бөлмеден. Мин ал-хаммами, ваннадан. Ал-мирхаду, әжетхана. Ил-ал-мирхади, әжетханаға. Ал-ябану, Жапония. Ал-филиппину, Филиппины. Мин ал-хинди, Үндістаннан. Ил-ас-сини, Қытайға. Иқра уактуб, оқы және жаз. Мин айна Фатимату, Фатима қай жақтан? Хия минал хинди, ол Индиядан, Үндістаннан. Хараджа al-mudarrisu min al-fasli wa dhahaba ila al-mudiri. Хараджа al-mudarrisu min al-fasli wa dhahaba ila al-mudiri. Оқытушы сыныптан шықты және директорге кетті. Dhahaba at-tajiru ila ad-dukkani.
Саудагер дүкенге кетті. Хараджа Хамидун минал гурфати ва захаба илал хаммами. Асып оқим. Хараджа Хамидун минал гурфати ва захаба илал хаммами. Хамид бөлмеден шықты және жуынатын бөлмеге кетті. Ман хараджа минал фасли. Ман хараджа минал фасли. Сыныптан кім шықты? Хараджа талибу минал мадрасати ва захаба илал суқи. Хараджа талибу минал мадрасати ва захаба илал суқи. Оқушы мектептен шықты және базарға кетті. Хадиджату минас сини ва Халиду минал ябани. Хадиджа Қытайдан, ал Халид Жапониядан. Келесі жаттығу. ضع في الفراغ فيما يلي حرف جر مناسبا. Келесі келген бос орынға сәйкес келетін харф жарды қой дейді. Яғни сәйкес келетін шылауды қой дейді. Мына төртеуінен мин, иля, фи, аля. Мин, данден, тантен, иля, ғаги, қаке. Шығыс септік, барыс септік, фи мен аля, жатыс септік. Фи бір нәрсенің ішінде, аля бір нәрсенің үстінде. Мана әл-китабу әл-мәктәби. Қайсы сәйкес келді осы төртеуін? Кітап, парта деп тұр нағыда қазірше. Біз аля дейміз, партаның үстінде. Әл-китабу әл-мәктәби. Екіншісі, мана нағыда әл-китабу әл-мәктәби дик. Әл-мәктәби. Екіншісі, ат-талибу оқушы сынып. Оқушы сыныптың ішінде деп айтамыз. Ат-талибу фил фасли. Ат-талибу фил фасли. Келесі, захаба Хамидун әл-джамиа. Әл-джамиату деген университет. Хамид кетті университет деп тұр. Біз университетке деген ғаге қаке шылауын қоямыз. Захаба Хамидун илал джамиати. Захаба Хамидун илал джамиати. Хараджал мудиру. Директор шықты. Қайдан? Мектептен мин болады. Хараджал мудиру. Хараджал мудиру минал мадрасати. Келесі, захаба Мухаммадун минас сини илал ябани. Мухаммед Қытайдан Жапония кетті. Захаба Мухаммадун минас сини илал ябани. Мухаммед Қытайдан Жапонияға кетті. Әл-калиматул джадида, жаңа сөздер. Әл-мадрасату, мектеп. Әл-фаслу, сынып. Әл-хаммаму, жаңа жуынатын бөлме, ванна. Әл-мирхаду, әжетхана. Әл-матбаху, асы, кухня. Әл-ғурфату, бөлме. Әл-джамиату, университет. Әс-суқу, базар. Әл-ябану, Жапония. Ас-сину, Қытай. Әл-хинду, Үндістан. Әл-филиппину, Филиппины. Әл-мудиру, директор. Захаба, кетті. Хараджа, шықты. Фи, аля, мин, иля. Бұларды араб тілінде мин хуруфил жар. Әрқайсысын жеке харф жар деп атайды. Шылауды арабша харф жар. Осымен мына 4-ші дәрісіміз аяқталды. Келесі кездескенше. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.